Merhaba оқушылар, бүгін сабақтың тақырыбы туынды табу ережелерін қолданып есептер шығару. Оқу мақсаты тұрақты функцияның және дәрежелік функцияның туындыларын табу. Туынды табудың ережелерін білу және қолдану. Сабақтың мақсаты туынды ережелерін қолдана білу, өз білімін көрсетіп, бағалауды үйрену. Білімді өздігінен іздеп табуға, талдауға, жүйелеуге, негізгісін ажырата білуге үйрену. Топпен жұмыста, жеке жұптық жұмыстарда әркім өз білім деңгейінің жоғарғы екеніне сенімді болу. Әріптестер әдісі. Әріптестер әдісін қолданып формулаларды еске түсіріп аламыз. Формуланың тұжырымдамасын бір бөлек жазылуын бір бөлек жазылған кеспелер дайындалады. Осы әдіс арқылы оқушылар әріптестерін тауып жұптасады. Үй тапсырмасын дайын жауаптар арқылы тексеріледі. Келесі ширату жаттығуларын орындаймыз. Интерактивті тақтада бірнеше мысалдар көрсетіліп, ауызша орындатамын. Келесі сәйкестендіру тестін орындатамын. Дайын жауап арқылы оқушылар өз-өздерін бағалайды. Сонан соң жұппен жұмыс жүргізіледі. Кеспе қағаздары таратылып, жұптасып, берілген есепті шығарады. Тақтаға жазып, талдайды, бірін-бірі бағалайды. Келесі, ғалымдар сөйлейді. Сергіту сәті жүргізіледі. Сергіту сәтінде ғалымдардың суреті көрсетіледі. Сол бойынша оқушылар кезекпен-кезек бұл ғалымдардың туынды жайлы пікірлерін айтады. Келесі, топпен жұмыс жүргізіледі. Оқушылар оқулықтан берілген 14-7, номері 14-8 есептерді топтасып шығарады. Шығарылған есептерін дескриптор арқылы бағалайды. Әр оқушы бүгінгі сабақта алған ұпайларын бағалау парағына түсіріп отырады. Сабақ соңында рефлексия жасалады. Не нәрсеге оңай болды? Не білгіңіз келеді? Не нәрсе қиын болды? Осы сұрақтар төңірегінде оқушылар өз ойын ортаға салады. Үйге тапсырма беріліп, олардың дескрипторлары ұсынылды.